Ассалаумалейкум, құрметті достар. 2024 жылғы аса күткен Samsung компаниясының Galaxy S24 Ultra телефонына шолу жасайтын боламыз. Видеоны көрместен бұрын арнаға тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кетсеңдер, біз одан да көп телефон түсіретін боламыз. Ал ендеше біз бастайтын боламыз. Ал достар, бисмилля. Осындай титановый түсті. Ашып қараймыз. Қараңдар, машалла, что за цвет? Титановый корпус. Осындай телефон. Так, ашпастан бұрын ішінде не бар қарайық. Обычно slim box қой бұларды. Оның ішінде зарядка болмайды, то есть адаптер. Тек USB болады. Карантин талон, USB оригинальный. Болды. Адаптер бөлек сатып аласыңдар. Eco Slim. Бисмилля, достар, S24 Ultra. Вау. Машалла, достар. Характеристикасын қысқаша айта кетейін. Мына жерде 200 мегапиксельдік камера тұр. Бұл дегеніміз любой жерден, даже айға ай шығып тұрса, айтта түсіріп анық көре аласыңдар. Себебі 200 мегапиксельдік камерасы тұр. Одан бөлек 50 мегапиксельдік пятикратный зоны бар мына жерде. Сосын 10-кратный зум бар. То есть любой затыңызды фотоға түсіретін кезде қиналмайсыз, что телефон сізге фотоны идеально алып түсіріп беретін болады. Одан бөлек процессорына келетін болсақ, жүрек деп айтылады. Бұл жерде заманауи процессор, ең топовый деп айтуға болады. Snapdragon Gen 3 деген. То есть бұл телефонның процессоры өте жылдам, шустыр жұмыс жасайтын болады. Одан бөлек, мына жерде фронтальный камерасы 15 мегапиксель болады, то есть ал жағын түсіруге өте ыңғайлы. Және мынандай өзінің ручкасы болады, стилус. Бұнымен әртүрлі қызық нәрселерді істеуге болады. Соның ішінде фото, сурет салуға болады. То есть әркімнің мысалы керек жерлерін бүйтіп қиып алып, қандай зат екенін интернетке салып біле аласыз. Одан бөлек мына ручкамен видеоға, фотоға түсіретін кезде басып, осылай керек нәрселерінде сразу басып қарай аласыз. То есть фотоға да түсіретін өтіп тұрды. Одан бөлек памяти 256-тан бастайды, 1 терабайтқа дейін кетеді. Сосын ең топовый деп айтуға болады, телефон жерге құлап атқан жағдайда бұл жерде Gorilla Glass защита тұр, то есть Armor деген. То есть обычный телефондардан қарағанда 4 есе падениеден қорғайтын болады, то есть құлап кеткен кезде. Одан бөлек түнде түсіретін кезде специальный Space Zoom деген функциялар бар. Одан бөлек характеристикасын сведения на телефоне. Кстати, достар, батарейкасы 5000 мегампер болады, то есть целый денге қолдануға болады, ешқандай өлмейтін болады. Көріп отқаныңыздай өте ыңғайлы телефон. Одан бөлек 120 Гц өзінің частотасы бар. Ойын ойнаған кезде идеально болып көрсетеді изображениесі. Одан бөлек жаңағы ішінде ысып кетпейтін специальный заттарлы функциялар. То есть ойынға және де айта кететін нәрсе, бұл телефон андай S23 Ultra 22 Ultraдан қарағанда 3-4 есе тез жұмыс жасайтын болады. И және де бір ең заты ауқымды.
титановый корпус, то есть айфонға келтірген екен. Айфонда да осындай титановый болады, былай титаниум, мынада да титановый корпус. Экраны супер AMOLED 2X, то есть күндізде түнде де ұстайтын болса, экран бұлдырап, жаңағындай күн түсіп тұрмайды, анық көрсететін болады. Достар, егер телефон ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдырып кетіңдер. Арнаға міндетті түрде тіркеліп кетіңдер достар. Бағасы небәрі 799.990 теңге. Сулпак компаниясына келіп, рассрочкаға бөліп ала аласыз. Және де бұны алған жағдайда сізге қасына заманауи соңғы үлгідегі сағатын подаркаға беретін болады. Барлығыңызға ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.